тыңдайтын, той жанрында көп тыңдаймын негізі. Көңілді, иә? Иә. Мен де сондай. Маған сұрақтарыңыз бар ма? Альмира жалпы өзі сұрақ қойғанда қызық. Сұрақ қою үшін ғана қоятын сияқты негізі. Өйткені жауаптарды алмадың. Байқап отырмын, 2-3 сұрақтың жауабын берген жоқ жігіт. Арманыңыз қандай деген кезде енді көп қой деп еді, қайра салды. Жоқ, ұзағырақ күтіп едім, үндемеді, сосын ары қарай сұрағым қоя бердім, қобалжып отқан шығар, сосын енді ары қарай қазбайсың ба? Иә, негізі. Алдағы қойған мақсатыңыз қандай армандарыңыз? Әнші болғыңыз келе ме деген сияқты. Иә, әнші болғыңыз келе ма? Негізі болашақта жоспарым сол, негізі. Клип түсіру, әнші болу деп. Иә, сондай ма? Құдай қаласа болады шығар. Жақсы, өте арманыңызға жетіңіз. Сол маған сұрақтарыңыз жоқ па? Қатысушылар қойсын, жақсы ма? Индира. Қош келдіңіз. Негізі осы бізде сыр, қалай айтушы еді? Сыр елі көбісі әнші болып келеді ғой. Сіз арнайы білім алдыңыз ба? Негізі арнайы білімім жоқ. Просто Қызығушылығыңыз ғой да? Қызығушылық, иә. Содан кейін руыңыз айта кетіңіз. Руым Қожа. Медет. Леспек, келгеніңіз үшін үлкен респект деп қоясыз. Ассалаумағалейкум. Сұрақ былай ғой, сіз жалпы спортпен айналысасыз ба, және той саласында нақты қандай қызмет атқарасыз? Ән айтасыз ба, билейсіз ба? Және спортпен мектептің кезінде айналысқан негізі. Негізі тойда ән саласында жұмыс жасаймын. Иә. Сұлтанбек. Медеттіңіз бе есіміңіз? Леспек. Леспек. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Сізге қоятын сұрағым жаңа парашют жайлы айтып өтсіз. Парашютпен секірген қалайды Альмира? Соған сіз өзіңіз қалай? Дайынсыз ба парашютпен секіруге? Альмира міндетті түрде жерге қонады. Сізге айта алмаймын. Не ғой, мен осы жерге айта кетейінші. Сұлтанбек, мен парашютқа секіргім келеді деп айтпаған негізі. Оны қаяқтан шығардың деген ғой. Басқа қыздармен шатастырып алдың ба деп. Жарайды енді, иә. Секіргің келмейді, иә, сонымен? Жоға, мен қорқам көрсін. Мен де қорқам, мен де секірмей қояйын. Өмірімде ешқашан назым. Леспек, қош келдіңіз. Қызғаншақсыз ба? Біздің Альмира өте қатты қызғаншақ жігіттерді жақсы көреді. Негізі, қызғанам, жақсы көрсем әрине. Мен бір сұрақ қоя кетейінші, өтініш. Леспек, сіздің ойыңызша, сіз жаңа айтып кеттіңіз ғой, Альмираға ол да той саласында жүргеннен кейін келіп отырмын деп. Бір той саласында жүретін адамдардың барлығы, бір той саласында жүретін адамдарды ұнатады деген бір қағида жоқ та. Мысалы, сізде сондай ұстаным бар ма? Мен міндетті түрде той саласында жүретін қызды алуым керек, сондай қызды ұнатуым керек деген сияқты. Мысалы, маған бәрібір. Мен жүрсін жүрмесін өзім ғашық болсам болды деп ойлаймын. Негізі, мен толықтай сол салада жүр екен деп негізі келген жоқпын негізі. Жалпы ұнатуы болды. Сол. Мейірбек. Леспек, қош келдіңіз. 22 жасыңызға дейін басыңыздан ғашықтық сезім өтті ме, және де өтсе, не себепті айырылысып кеттіңіздер? Иә, негізі болды. Сөздеріңізді бөле тұрайын, иә? Кешіріңіздер. Бірақ біздің демеушіден сыйлық келіпті. Бірақ енді бұл демеушіден емес, бұл үміткерден келген сыйлық. Құпия үміткерден біздің демеушіміздің тәттілерін жолдапты. Және мынадай бір сәлем айтып жеріпті. Бұл қыз тәттілерді ерекше жақсы көретін сияқты, өміріде баян сұлу сияқты тәтті болсын деп жатыр менің құлағыма. Кімге келді деп ойлайсыздар? Камила немесе Дина дейді. Тәттіні ерекше жақсы көреді деп айтыпты. Кім, Хадиша шығар деп ойлайсың ба? Жарайды. Ендеше табыстайық. Замира келді ғой.
тәттіні жақсы көреді екен дейді. Жоқ, мен менің мына толықтығыма қарап тәттіні жақсы көреді деп ойлаған ғой. Негізінде мен соленый помидор, қазы қарта жақсы көремін. Міне, тәттілер. Бірақ та мен жеген күтпеппін, мынандай несін жақсы адамдар бар екен ғой, мен қорқпайтын. Гүл жақсы көрмесем де кәмпит жіберсе де енді рахмет, енді духың жетсе келіңіз. Енді сен тәттіні аса ұнатпасаң, қатысушыларға, маған, біздің қонақтарымызға үлестіріп берсең болады, е? Аха, рекламаның кезінде. Или қазір ма? Жарнаманың кезінде үлестіре жатарсың. Саған көп рахмет. Құтты болсын, өз орныңа жайғаса бар. Ал, әңгімемізді жалғастыра берейік. Сұрақты қайталап қойсаңыз бола ма? Мейірбек, сен қойып едің, е? Леспек, қош келдіңіз. 22 жасыңызға дейін басыңыздан ғашықтық сезімі өтті ме, және де өтсе не себепті айырылысып кеттіңіздер? Иә, өтті. Белгісіз бір себептермен, түсініспеушілікпен болды. Иә? Толықта жауап бердіңіз бе? Болды ма? Айтарыңыз жоқ па? Айтарым жоқ. Жарайды енді. Десе шымылдық ашамыз ба, Альмира? Иә, шымылдықты ашайық, орындарыңызда тұрыңыздар. Саламатсыз. Бойыңыз қанша? 178. Жай каблуктамын ғой. Бірақ сыртта да каблукпен жүре беремін. Әзіл ба? Маған сұрақтарыңыз жоқ па? Руыңыз қандай? Руым ысты, ұлы жүз. Отбасыңызда неше? Отбасымызда 5-еуміз. Әкем, анам, 3 қызбыз. Мен үйдің кішісімін. 2 әпкем тұрмыста. Сол. Түсінікті. Басқа сұрақтарыңыз? Басқа сұрақтарым жоқ. Жақсы, сұрақтарыңызды ойланып алыңыздар. Біз қазір әуелі сырласу бөлмесін босатып алайық, иә? Мәди, келе ғой. Бір-екі Арайлым екеуміз сөйлестік, сырластық. Бүгін немесе ертең жолығатын болдық. Арайлым айтарыңыз жоқ қой дейм, е? Сәлем жолдамайсыз ба? Жақсы, шығар салайық сізді. Сәттілік. Ал біз жұмымызға оралайық, таныстығын жалғастырсын. Тағы сұрақтарыңыз, Камила? Леспек, сәлем. Егер де Алла қаласа орталардың бәрі жақсы болып кетсе, болашақта үйленіп жатсаңыздар, осы той саласында екеуіңіз де жұмыс істейсіз ба? Альмираға рұқсат бересіз ба той саласында жұмыс істеуге? Әрине, бірігіп жұмыс жасау болады ғой негізі. Және де Альмира, сен Қызылордаға келін болып түсіп, сол жаққа баруға дайынсың ба? Иә, егер сүйіп жақсы көріп тұрсам, дайынмын. Қайқа болмасын. Енді шетелге кетіп қалмаймыз, Қазақстан арасы ғой. Былай айтқанда, сыр елі өте бір қазақи салт дәстүрді қатты ұстанатын жер ғой. Орамал тағу, сәлем салудың бір өте керемет ұстанатын халық. Мен сондай дүниеге қатты қызығып жүрген адаммын да. Бір шетінен жақсы ғой. Бәрі жақсы болып кетсін деп ойлаймын сенді. Жақсы, Сұлтан. Кешірмен.
Леспек, сізге қоятын сұрағым, сіз болашақта үйленсеңіз ата анаңызбен тұрасыз ба әлде Алматыда тұрасыз ба? Бөлек. Жоқ, ата-анаммен тұрамын. Ата-анаммен тұрамын. Бізде Альбина, егерде жұп болып отбасы құрып жатсаңыздар, Альмира, бірінші алғаш ұлдарыңызды ата-анаңызға сіздің ата-анаңызға беруге қарсы. Өйткені Альмира, мен тұңғыш баламды өзім асыраймын, өзім өсіремін деп жаңа солай айтқан болатын. Бермеймін деді ғой. Енді мен бірдеңе айтайын. Айтып кет. Ата өзінің анасымен тұрады екен, сол себепті мен ата-енеммен тұрсам, оны бермеймін деп құшақтап алып кетпеймін ғой, Сұлтанбек. Егер мен бөлек тұратын болып жатсам, осы сұрақ қойсаң болар еді, ренжімейді. Мен өзім түсінбей тұрмын, бұл кісі емес. Бұл кісі қобалжып отыр, мүлдем түсінбей отқан шығар. Жарайды. Альбина? Леспек, сіз Альмираның осы тоқалауына рұқсат берем деген пікіріне осы еліктеп келіп отырған жоқсыз ба? Негіз қарсым, негіз. Өзіңіз алмайсыз, иә? Және де жиі тәуекелге бел буасыз ба өмірде? Шешім тез қабылдайсыз ба? Мысалы, бір күнде көшіп кетуге басқа қалаға, немесе енді ер адам бойында болу керек қасиет қой? Әр уақытта жағдайға қарай ғой, негіз. Әр уақытта әрқалай ойланамыз, негіз. Ондай жағдайлар болды ма өміріңізде? Кенеттен өміріңізде? Болды, иә. Жағдайлар болады, негіз. Мысалы? Мысалы, енді болады, негіз. Болды, енді қандай мысал? Мамандық ауыстырдыңыз ба, қала ауыстырдыңыз ба? Мысалы, бір оқу орнын оқып жатып, ортасынан тастап басқа